Наркиз апай, Тоқберген Байтасов Тоқберген ағаның шығарған кітаптарын оқыған шығарсыз, иә, еңбектерін. Өлі бекті бағындыру дегені соларды оқыдым. Сосын көбінесе ана ютубқа салынатын ата жолы кітабының жазбасынан нөмір 1-ші, нөмір 5-ші деген сияқтарды жібермей оқып тұрам. Енді бәрін бірдей терең түсініп жатырмын деп айта алмаймын. Себебі діни сауатым менің соншалықты терең деп өзім ойламаймын. Бірақ негізгі бағыты адамды тәрбиелеуде, соның ішінде қазақ ұлтын тәрбиелеуде сіңіріп атқан еңбегі өте орасан зор деп есептеймін. Жаңағы өздеріңе айтқандай дәрет алуды білмейтін қоғамнан келіп отырып, қазір сендер сияқты ақыл сұңқарларды, осы халыққа өнеге үлгі көрсете алатын адамдарды тәрбиелеп жатқаны, бұл енді Алланың нұры жаусын, бұл кісіге сондай ризамын. Енді дөрекі кетіп қалады деген сөзге де мен келіспеймін. Өзің айтқаныңды ұқпайтын адамға тарс еткізіп айтпасаң, көзін шұқып тұрып айтпасаң, ол адам қалай ұғады? Бұл мінезі де сыйымды мен үшін. Осылай айтқан дұрыс деп есептеймін. Бір адамға осындай мінез керек. Болу керек қой, сонда үлкен кісі, пайғамбар жасына келген үлкен кісі айтып атса, ол дұрыс айтқаны. Мына ата жолына қандай енді апай тілек айтасыз ба, бат айтасыз ба, пікір айтасыз ба, біздің дұрыстығымыз, бұрыстығымыз туралы айтасыз ба? Не айтасыз? Ондай үлкен биіктен қарап айта алмаймын, себебі өзім осы ұйымды тапқаныма, сендердің сөздерін тыңдағандарыңа, сондай жарқын жүзді келіншектерді көріп, сұхбаттарын тыңдағаныма, өзім бір жоғалтқанымды тапқандай риза болып жатырмын. Еңбектеріңізді Алла қолдасын, бұдан да көбірек болғанын қалар еді, көп адам жиналғанын, осында келгенін, етегін жауып, басын жауып, Тоқберген ағамызға рахмет. ар сауатына кәдімгідей кіргенін, осыны көруге Алла жазса, өзіміздің ұрпағымыздың түзелген бар арман тілегім сол. Аман болыңдар, Тоқберген ағаларыңнан мықтап ұстап алыңдар, айырылмаңдар. Бәрімізге де ол кісінің шапағаты тиіп жатыр, болашақта да тие берсін деп арман қыламыз. Сол кісінің қанатының астында жарқырап, жайнап жүруге Алла нәсіп етсін өздеріне. Айтқаныңыз келсін, амин.